ауылдық кітапханасы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай Мирасбаймын өлеңді ермек үшін атты әдеби сағатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Ұлы ақын, ағартушы, қазақ жазба әдебиетінің және қазақ тілі әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбай 1845 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Шыңғыс Бабақта дүниеге келген. Ол ауыл молдасынан оқып, кішкентайынан зеректігімен көзге түскен. Кейін Семей қаласындағы 3 жылдық медреседе оқып білім алады. Абай көпті көрген әкесі Зеренің тәрбиесінде болады. Әкесі Құнанбай өз заманында ел басқарған адам болған. Ол ел билеу ісіне балаларының ішінен Абайды баурап араластырады. Абайды оқудан ерте шығарып алуы сол билікке ұлын қалдыру мақсатында еді. Әке еркімен ел ісіне жастай араласқан Абай тез есейіп, балалықтан да ерте айырылып, жастайынан ел ішіндегі әңгіме, сөз өнері, билердің шешендік өнеріне құлақ салып, өзінің ерекше талантымен бойына сіңіре білді. Ел билігіне араласып жүрсе де, Абай оқудан қол үзбеді. Ақын шығармаларымен еркін араласуы 1860 жылдары болды. Ол кезде Абай өлеңдері басқа аттармен жариялаған. Тек 1886 жылы Жаз деген өлеңінен бастап өз атын қоя бастайды. Парасатты болып туған Шыңғыстаудың Абайы, ән мен жырын мұра қылған Сарыарқаның Абайы, нақылымен сана құйған қазағымның Абайы, ақылымен дана болған бүкіл әлем Абайы деп ақын Жұмағазы Алмабаев жырлағандай, Абай есімін естігенде өлеңге, өнерге, ғылымға, білімге шақыратын, жүрекке жылы тиетін өлеңдері есімізге түседі. Абай Құнанбайұлының «Мен жазбаймын» өлеңін оқимын. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді тіл орамды, жазды мүлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ықпас талаптыға, көңілінің көзі ашық сергек үшін. Түзу кел қисық қанар қырын келмей, сыртын танып іс бітпес сырын көрмей. Шу дегенде құлағым тозан сейді, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Тән қаламын алдыңғы айтқанымды ұқпай, және айта берді жұрттың. Поселок орта мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Уженова Нұрайым. Абай Құнанбай, ыстықтан, суықтан. Ыстықтан, суықтан бойында бір көңіл, дүниені ұмытқан құмарын тозар біл. Әуелгі кезеңде қайтпаған көңілді, есептеп өзінде түрінен өмірдің. Бір жақсы күнім деп қызықпен сөйлесіп, артынан ол немдеп ұялып кезінесіп. Бір ақымақ әңгіме сықылды көрінер, оны сып өңгеге айтуға ерінер. Айтуға білсе ерінбес, надандықтан жеңілмес. Білген кісі айтса оған надандығы кемімес. Жер бетіндегі күллі қазақ халқы өздерінің ұлы Абайымен мақтанады. Олар күн өткен сайын Абайды жаңа қырынан тануда. Өйткені Абай мұралары